миксерсіз, ешқандай да формасыз барлық қоспаларын тек араластырып қана пісіре салатын, тіпті пирог пісіре алмайтын қыздардың өзі бір жасағаннан осындай биік болып пісетін, құрамы қарапайым ғана заттардан тұратын осындай брауни пирогын жасайтын боламыз. Барлық қоспаларын бірінен соң бірін салып, бірден, яғни қасықпен немесе лопатамен араластыратын боламыз. Біздің массамыз ешқандай да түйіршік болмау керек, бір қалыпты масса болу керек. Осы кезде енді пешімізді қыздырып қоямыз алдын ала. Кез келген үлкен табасына құйып пісірсеңіз болады. Әсел пештің табасына да құйып пісірсеңіз болады. Мен де осындай үлкен табасына құйдым. Енді қызып тұрған пеште 160 градуста әбден толық көтеріліп піскенше 30-35 минуттай пісіреміз. Ал пирогымыздың бетінен осындай Хазела до шоколад пастасын ерітіп, осылай құйып жағып шықтым. Кез келген шоколадты жағып әрлесеңіз болады. Енді біз осындай керемет, тәтті, өте жұмсақ болып шығатын пирогты Байжи классикалық, яғни түйіршіктелген қара цейлон шайымен іштік. Өйткені ешқандай да құрамында бояғыштар жоқ, қанық түске ие, қош иісті. Баршаңызға ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.